Балалар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен 3-ші юниттің Pupils Book'тағы соңғы беті 41-ші бетті жасайтын боламыз. Exercise 1. Look, read and number. Қараймыз, оқимыз және сандармен белгілейміз. Мысалы, біріншісі These are my friends, they are funny. Бұл менің достарым, олар көңілді деп осы 0-ші суретті көрсеткен. Суретпен астында сөйлемді, яғни сәйкестендіреміз. Екі бізде This is my brother, he's clever. Бұл менің ағам, ол өте ақылды, яғни бұл бізде D суреті, бір болады. Келесі, These are my sisters, they are naughty. Бұл менің әпкелерім, олар бұзық, сіңілдерім, олар бұзық. Бұл бізде A суреті екен. This is my grandma, she is kind. Бұл менің әжем, ол өте мейірімді. Бұл бізде C суреті екен. Яғни A суреті бізде екінші, B берілген, C суреті бізде үшінші сөйлеммен сәйкес келеді, D суреті бірінші сөйлеммен сәйкес келеді екен. Келесі екінші аттығы make sentences then match. Сөйлемдер жасаймыз, мына берілген сөздерді ретімен қойып, одан кейін сәйкестендіреміз. He has got dark hair. Оның шашы қара, бұл бізде A суретінде екен. They have got curly hair. Олардың шашы бұйра, бұл бізде C суреті. She has got glasses. Оның көзілдірігі бар, бұл бізде E суреті. He has got a mustache. Оның мұрты бар, бұл бізде B суреті. They have got beards. Олардың сақалдары бар, бұл бізде D суреті екен. Келесі үшінші аттығы read and circle. Оқимыз және дұрыс жауапты белгілейміз. This is Қайрат and his sister Әсел. Мынау Қайрат және оның сіңлісі Әсел, қарындасы Әсел. We have got 3 dogs. Біздің 3 итіміз бар. We-ға біз have got қолданамыз. Жанияға біз has қолданамыз. Has Жания got glasses. This is Көркем and бұл Көркем және оның анасы деп айтуымыз керек. Қыз болғандықтан her қолданамыз. I-ға біз have got қолданамыз. I have got dark hair. Менің шашым қара. I haven't got a ponytail. Менің хвостик, яғни шаш үлгім хвостик емес, хвостик жоқ деп айтып жатырмыз. Осымен 3-ші юниттің Pupils Book'тағы барлық тапсырмалар орындадық. Менімен бірге болып видеолар көргендеріңізге көп рахмет. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, әрдайым комментарий жазып, лайк басып кетіп жатқан оқырмандарыма көп рахмет. Сіздердің арқаларыңызда осы канал дамып жатыр. Көптеген адамдар менің видеоларым көріп жатыр. Рахмет, сау болыңыздар.